қаржыландыру деңгейін жаңа атап өтті ғой. Ол кәдімгі бокс түрлерін қолдағандай, олимпиада спорт түрлерін қолдағандай, ұлттық спорт түрлеріне анау айтқанда қаржы бөлініп жатқан жоқ, ол шындық. Енді жақында спорт заңы президентіміз қол қойып, өз күшіне енетін болса, осы ұлттық спорт түрлеріне ерекше жаңа көңіл бөлінеді деген ойдамын. Қаржыландыру деңгейі басқа спорт түрлерімен салыстырғанда төмен екені анық. Әсіресе аймақтық деңгейде спорт түрлерін дамытуға көңілдің бөлінбеуі кедергі келтіреді. Көптеген аймақтарда екінші ұлттық спорт түрлеріне арналған арнайы жаттығу алаңдары, манеждер, стадиондар, ипподромдар жеткіліксіз, әсіресе ауылдық аудан орталықтарда тіпті жоқтың қасы. Қалалық жерде айтпағанда. Одан кейін барып ұлттық спорт түрлерін үйрететін кәсіби мамандардың жоқтығы, оларды оқыту, тоқыту, білікті мамандарды дайындап, сол бағытта болашақ ұрпаққа үйрете білсек, заманауи деңгейде ол да бір үлкен мәселе болып тұр. Әсіресе біздің мынау бүгінгі Алматы қаласындағы, Астана қаласындағы туризм және спорт университеттерінде арнайы мамандарды дайындауымыз керек. Ол мамандар тек қана бүгінгі көзқараспен емес, әлемдік көзқараспен